Әр адам өмірін өзінің ойымен жасайды деген рас. Біздің өміріміз негізі сынақтардан тұрады. Мен өзім 10 класс оқып жүрген кезде мен күнде түні визуализация жасайтынмын. Күйеуге шыққан екен деп қоямын, күйеуім мені қатты жақсы көреді екен деп қоямын. Бірақ екеуміз күнде ұрсады екенбіз, сосын күйеуім мені ұрады екен деймін. Сөйтіп мен өзім аяп жылайды екенмін, өзім қатты ауырып жатыр екенмін. Күйеуім мені жақсы көреді, бірақ маған жаны ашымайды деп күнде 2 жыл бойы мен дәл осылай визуализация жасайтынмын. Бұл нәрсенің барлығы менің көріп өскен өмірімнен алынған визуализациялар. Негізінен мен өзімнің отбасында көрген нәрсемді мен дәл солай өзім өміріме визуализация жасағанмын. 2 жыл өтер-өтпес мен дәл сондай 17 жасында мен алып қашып кетті. Дәл сондай өмірді, өзімнің визуализация жасаған өмірімді өзім қолыммен жасадым. Өте қатал күйеуге тұрмысқа шықтым. Енем де өте қатал болды. 17 жасында тұрмысқа шыққанда мен көп нәрсе білген жоқ. Мен қаланың қызы болғандықтан ауылға тұрмысқа шықтым. Өзбекстан жаққа тұрмысқа шықтым. Ол жақта таңғы 5-тен тұрып, түнгі 11-ге дейін демалмай жұмыс істейсің. 2 қайным, 2 қайынсіңлім болса да бүкіл жұмыс менің мойнымда болды. Ол кезде мен тым нәзік, салмағым өте аз болатын, бірақ соның өзіне 2 сиыр сауып, тандырға нан жауып, күбі өсіп, таңғы сағат 5-тен есіктің алдын сыпырудан бастап бүкіл осы жұмыс менің мойнымда болды. Бірақ қанша нәрсе істесем де мен күйеуіме де жаққан жоқпын, енеме де жаққан жоқпын. Енем де күйеуім де мен одан 2 есе мені жұмысқа шыққысы келді. Мен жасаған нәрсе көңілінен шықпаса, күнде енем күйеуіме шақырып, күйеуіме ұрсатын болды. Мен өзімнің күйеуім мені қатты жақсы көрсе де, мені өзінің анасының сөзіне еріп мені ұратын. Кейбір кезде енем екеуі қосылып ұратын дәрежеде де болды. Мен өзімнің визуализациядағы өмірімді, өзімнің мынау ішкі халімді мен сыртынан тарттым.